Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында компот дайындайтын боламыз. Өте тез дайындалатын компот. Бізге осындай оншақты бізге алма керек болады, және де мен ішіне осындай бір ғана груша қостым. Осылай барлығын суға салып қойдым, яғни жуып аламын ең бірінші. Және де бізге осындай кішкентай лимон керек болады. Және де бізге осындай дәл кесемен, осындай кесемен секер керек болады. Мен мұнда дайындап отқан компотын 4 литрге арналған. Ең алдымен осылай алмаларымызды жуып аламын да, ірілеу етіп осылай турап шығамын. Себебі бізде деген бақшаның алмасы болғандықтан, яғни компотқа қайнағанда езіліп кетеді. Сондықтан осылай ірі қылып турасаңыздар болады үйде. Ал если дүкенден алатын болсаңыздар, уақыт алып турасаңыздар да болады. Осылай барлығын осылай турап алдым, жақсылап. Сіздерге айта кетейін, мен алдын ала осы турап атқан жағдайда мен компотымның яғни суын мен осылай дайындап қойдым. Яғни мұнда 4 литр бізде кастрөлдегі суым осылай барлығын қайнатып дайындап қойдым. Астын кішкене отын басамыз да, средний қылып осылай алмаларымызды саламыз. Барлығын бәрін бір саламыз. Және де осыны бір ғана қайнатып аламыз. Міне бізде уже компотымыз дайын болады. Себебі бізде алмамыз мана айтып өткендей үйдің алмасы болғандықтан тез дайындалады. Осылай барлығын осылай араластырып жібереміз, аузын жауып бір ғана күтеміз. Міне достар, менде дайын болды. Жасап көріңіздер, өте оңай. Менде мұнда светі осындай сарғыш болып шықты. Себебі бізде алмамыз осындай сары алма болғандықтан осындай свет болып шықты. Ішіне вишня қоссаңыздар да болады. Үйде не бар, соны қоссаңыздар болады. Дәмі мохито сияқты болып шығады. Шөлді күшті қандырады. Өте тез жасалады. Мен осында жасағанда 20 минут уақытым кетті. Жасап көріңіздер, өте оңай. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Рахмет, сау болыңыздар.